Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге небәрі 10-15 минутта дайын болатын ашытқысыз бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз. Видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіз, өте оңай әрі тез жасалады. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құямыз. Бұл жерде айранның қандай болуы немесе проценті ешқандай да маңызды емес. Барлық айранның түрі келе береді. Сонан соң 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Жарты қасық тұзымызды, 1 қасық қантымызды қосамыз және де 1 жұмыртқа қосып, ең соңында 1 шай қасық содамызды салып, жақсылап венчикпен біркелкі масса болғанша толықтай араластырасыздар. Барлығын салып болғаннан кейін міндетті түрде ұнымызды ситодан өткізетін боламыз. Бұл өте маңызды. Бұл жерде ұнымыз қаншалықты қажет болғаны сіздің ұныңызға байланысты. Бұл жерде 350 граммнан 500 граммға дейін ұнымыз кетуі мүмкін. Яғни сізге қанша ұн қажет, сонша ұн қосасыздар. Соңында қасықпен, одан кейін қолыңызбен осылай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бетін жауып, міндетті түрде 10 минутқа қойып қоясыздар. Менде 10 минут өтті. Енді үстелімізге кішкене ғана ұн сеуіп, осы қамырымызды жаятын боламыз. Міндетті түрде ұн себесіздер, өйткені қолыңызға жабысып қалуы мүмкін. Сонан кейін оқтауымызбен жайып, осылай дөңгелек формада кесіп аласыздар. Немесе пышақпен ұзыншалап кессеңіздер де болады. Қалыңдығы осындай, қатты қалың болмау қажет, әйтпесе ортасы піспей қалуы мүмкін. Осылай жұқа етіп кесіп аламыз да қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз. Өте оңай жасалады. Қарап тұрсаңыздар, майға түскеннен кейін осылай бауырсақтарымыз пышындай болып көтеріліп пісетін болады. Осылай екі жағын аударып, қызартып пісіріп аламыз. Міндетті түрде бауырсақтарымызды құрғақ салфеттің үстіне түсіреміз. Мінекей бауырсағымыз дайын болды. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая. Менің каналымнан әртүрлі рецепттерді таба аласыздар.